Сәлем достар, бүгін 56-шы сабақ жиындарды құру және жүктеу, тиісті және тиісті емес таңбалары. Мінекей бүгін бірінші сабақ, бірінші тапсырма. Бұл нысандар қандай жиынның элементтері? Жалпы жиын дегеніміз не? Жиын дегеніміз заттарға қарай, мысалы ерекшеліктерге қарай белгілі бір заттардың, элементтердің топтастырылуы. Сол жиын деп. Жиын деген сөздің нақты анықтамасы жоқ, бірақ осылай белгілі бір заттардың ерекшеліктеріне қарай, заттарға қарай, элементтерге қарай топтастырылу. Мысалы қараңыздар, мына жерде ада шырша, қайың, қарағай, терек. Қандай жиынның элементтері дейді? Бұлардың барлығы не? Шырша, қайың, қарағай, терек. Бұлар не? Бұлар ағаштар. Сонда бұл шырша, қайың, қарағай, терек ағаштар жиыны болады. Мінекей. Ағаштар жиыны. Енді ата, әже, әке, ана, қызы, ұлы. Бұлар кімдер? Бұлардың барлығы отбасы мүшелері. Демек, бізде отбасы жиыны. Ал мына сызғыш, қалам, қарындаш дегеніміз құрал саймандар. Оқу құралдар жиынтығы. Мінекей оқу құралдар жиынтығы. Түсіндіңіздер ма? Мысалы тағы да түсінікті болу үшін айтайықшы егер дегеніміз қандай жиын десе, бұл қазақ әліпбиінің жиыны деп айтсақ болады. Мысалы C, F, D дегеніміз ағылшын әліпбиінің жиынтығы деп айтсақ болады. Өйткені мынау деген білеміз, қазақ әліпбиінде ғана бар, мынау B, C, D дегеніміз ағылшын әліпбиінде бар. Осылай жиынтығы деп атасақ болады. Әрі қарай сабақты қараңыздар, түсінбесеңіз сұраңыздар, әрі қарай тапсырмаларды орындаған кезде түсіне жатамыз. Енді екінші тапсырма. Математика сөзіндегі әртүрлі әріптер жиыны дейді. Мінекей қараңыздар, әрпі жиынына тиісті. Жазылуы осылай, мінекей тиісті деген осылай жазылады. Әрпі жиынына тиісті емес. Жазылуы мінекей тиісті емес жиынына деп тұр. Енді қараңыздар, математика сөзіндегі әртүрлі әріптер жиынтығы, яғни тиісті деп тұрғаны, математика сөзінде деген әріп бар болғандықтан ол тиісті. Деген әріп жоқ болғандықтан ол тиісті емес. Енді жиынына тиісті тағы үш әріпті жаз дейді. Яғни математика деген сөзді деп алдық. Біз демек тағы үш әріпті жаз дегеніміз, осы математика сөзінде тағы қандай әріп бар? Деген әріп бар. Жиынына тиісті. Себебі деген математика деген сөзде кездеседі. Ол да жиынына тиісті. Себебі математика сөзінде кездеседі. Ол да жиынына тиісті, себебі математика сөзінде кездесіп тұр. Ал бізде жиыны дегеніміз осы математика деген сөз. Енді тиісті емес деген кезде кез келген математика сөзінде кездеспейтін әріптерді алсаңыздар болады. Деген әріп бізде математика сөзінде бар ма? Жоқ. Демек ол жиынына тиісті емес. Деген әріп математика сөзінде кездеседі ме? Жоқ. Демек жиынына тиісті емес. Деген әріп бізде кездеседі ме математика сөзіне? Жоқ, кездеспейді. Демек, жиынына тиісті емес. Мінекей мында жазып тұр. Жиынды латынның бас әріпімен, ал оның элементтерін кіші әріптермен белгілейді. Мынау деген сияқты ұқсайды элементтің жиынға тиісті екенін, ал тура осын жазып сыртына мынауды сызықпен сызып қойсақ, элементтің жиынға тиісті емес екенін білдіреді. Берілген сандар жиынның элементтері. Берілген сандар қандай жиынның элементтері? 2, 5, 7, 4, 9. Бұлар қандай сандар? Бұлар бір таңбалы сандар. Бір таңбалы натурал сандардың жиынтығы болып табылады. Жазылғанда, мысалы, осылай жазамыз. Бұлардың барлығын деп алсақ, тең. Енді осы жерге соның элементтерін жазамыз. 2, 5, 7, 4, 9 деп. Бұл бір таңбалы натурал сандардың жиынтығы. Келесі төртінші тапсырма, суреттегі жиындарға қара дейді. Әр жиынды және оған тиісті элементтерді ата. Бізде бұл жиынның элементтері, мынау жиын болады, мынау жиын. Элементтері мынау A, B, C. ABC осы үшеуі мынау К деген әріптің жиынтығы.
Ал мынау F-тің жиынтығы DKM, DKM. Осы бұл F жиынтығының элементтері. C-дің элементтері LNC. Мынау үшеуі мына С деген әріптің элементтері болып табылады. Енді жазған кезде былай жазамыз. Бір жиынды жазамыз, мінекей К деп алып. Сосын мынандай жақша қылып аламыз, ерелектеп. Соның ішіне жиынтықты жазамыз. Жаңа айтып өткендей. Енді байқап, суретке байқап қарасаңыздар, мінекей К-да бізде дөңгелектер, F-те шаршылар, C-де үшбұрыштар. Демек К деген бізде дөңгелектер жиыны, F төртбұрыш деп жазып, шаршылар жиыны, шаршылар жиыны, C үшбұрыштар жиыны болып табылады. Жазылғанда осылай жазамыз. Келесі тапсырма, суреттегі жиындарға қара. А және Б жиындарын ата. А және Б жиындарына. А жиынын қарайықшы. А жиында бізде нелер тұр? Бізде гүлдер тұр. Гаршықтағы гүлдер, мынадай гүлдер. Демек, бұл А жиыны бізде гүлдер жиыны болады. Ал мыналар не ол? Бұлар құстар. Ал Б бізде құстар жиыны болады. А гүлдер жиыны, Б құстар жиыны. Осы екі жиын элементтерін санын салыстыр дейді. Бізде А жиын элементтері мына гүлдер. Енді осы гүлдер нешеу қарайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А жиында 12 элемент бар, ал Б жиынында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 элемент бар. Салыстыратын болсақ, осы А жиыны үлкен. Жазған кезде мінекей. А гүлдер жиыны, Б құстар жиыны. Элементтері мінекей жаңа гүлдердің түр-түрі бар, соған қарай топтастырып мінекей жазып қойдым. Мына Б жиынында осындай бар. Элементтері 4 құс бірге тұр, 2 құс, 3 құс бірге тұр, сөйтіп осылай жазып алдым. Салыстыратын болсақ мінекей. Достар, жазған кезде, элементтердің санын жазған кезде осылай А дегенді жақшан ішіне алдына N әрпін жазсақ, ол бізде осы жиынның элементтердің санын білдіреді. Яғни А жиында мінекей 12, Б жиында 9. 12 мен 9 салыстырсақ, 12 бізде үлкен. Демек, гүлдер жиыны құстар жиынына қарағанда үлкен. Түсіндіңіздер ғой, Диаграмма бойынша өзің басқа сұрақ қой дейді. Сұрақ қойсақ болады. А жиында қанша элемент бар? Б жиында қанша элемент бар? А жиыны Б жиынына қарағанда қанша элементке көп? 12-ден 9 азайтамыз, 3. Яғни А жиын элементтері Б жиын элементтерінен 3-ке артық дейміз. Осылай сұрақ қойсаңыздар болады. Келесі тапсырма. Мұражайдың бірінші залында табиғат туралы 29 картина бар. Екінші залында картиналардың одан 15 артық. Мұражайда табиғат туралы барлығы неше картина бар дейді. Мінекей, бірінші залда 29, екінші залда сұрақ белгісін қойып, стрелкамен 15 артық деп қойып қоямыз. Және бізге барлығын табу керек. Барлығы сызықша тағы да сұрақ белгісі. Енді біз бірінші барлығын табу үшін алдымен екінші залда қанша картина бар екен табуымыз керек. Ол үшін бірінші, екінші залда табу үшін 15 артық десе 29-ға 15-ті қосамыз. 29-ға 15-ті қоссақ 44. Демек, екінші залда 44 картина бар. Енді барлығын табу үшін осы бірінші зал мен екінші залда картиналарды қосамыз. Яғни 29-ға 44-ті қосамыз, сонда 73 шығады. Жауабы барлығы 73 картина бар. 7-ші тапсырма 15-ке арттыр, 15-ке кеміт дейді. 15-ке арттыр десе, мына сандардың барлығына 15 қосып шығамыз. 15-ке кеміт десе, мына сандардан 15-ті азайтамыз. Сонда 17-ге 15-ті қосамыз, 32, 36-ға 15-ті қосамыз, 51, 85-ке 15-ті қосамыз, 100, 69-ға 15-ті қосамыз, 84. Енді кеміткен кезде азайтамыз. 23-ден 15-ті азайтсақ 8, 61-ден 15-ті азайтсақ 46, 83-ден 15-ті азайтсақ 68, 92-ден 15-ті азайтсақ 77. Жиындар құр, әр жиынға 4 элементтен жаз дейді. А
сынып бөлмесіндегі нысандар жиынтығы, Б қоршаған ортадағы нысандар жиынтығы. Енді А сынып бөлмесіндегі нысандар жиынтығы дегені десек, демек сынып бөлмесінде не бар, соны жазып шығамыз. Және Б қоршаған ортамызда біз не көреміз, соны жазып шығамыз. Біздің сыныпта не бар? Тақта бар, бор, орындық, парта бар, стол бар. Тағы да не бар? Шкаф бар. Соның барлығын жазсаңыздар болады. Кітаптар да бар, сыныбымызда. Соны өстіп А деп алып, осының ішіне кез келген сыныбымызда не бар? Сынып бөлмесіне сол 4 элемент жазып шығамыз. Б қоршаған ортамызда, бізде қоршаған ортада не бар? Ағаштар бар, құстар бар, үйлер бар, жәндіктер бар, өзен көлдер бар. Қоршаған орта, табиғат не бар? Барлығын солай 4 элементті солай жазып шықсаңыздар болады. Енді мен осылай жаздым. Келесі тапсырма, тиісті амалдар таңбасы мен сандарды қой дейді. Енді мына жерде 13, 5 берілген, мына жердегі санды қоюымыз керек, және мына жерлерге таңба қоюымыз керек. Бізде жауап 8 екен. 13-ке 5-ті қостым, мен 13-ке 5-ті қоссақ қанша болады? 18, мінекей. 13-ке 5-ті қоссақ 18, 18-ден онды азайтсақ 8. Жауабы дәл келіп тұр, Дәл сол сияқты мінекей екіншісінде. Мен мына жерде азайтып алдым. 16-дан 7-ні азайтсақ қанша? 16-дан 7-ні азайтсақ 9. 9 шығады. Бізде 20 белгілі. 20-дан 9 азайтсақ 11. Мына жерге 11-ді қостым. 11-ді қойдым. Енді жауабы 20 шығу үшін 11-ге 9-ді қоссақ 20 шығады. Демек, мына жерге 11-ді қойдым. Мына жерге қосу, мына жерде азайту таңбасын қойдым. Достар, мінекей осымен біздің 56-шы сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, міндетті түрде жауап берем. Видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.